Саламатсыз ба көрермен, қалай қаназдықты емдеуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы Шипа YouTube каналыма тіркеліп, видеоларым пайдалы болса лайк басуды ұмытпаңыз. Қаназдықты қолданып көріңіз. Итмұрынның 5 ас қасық құрғақ жемісін термосқа салады да, үстінен жарты литр қайнаған су құяды. 10-15 минуттан соң термостан нығыздап жауып, бір тәулік тұндырады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Сосын сүзгіден өткізіп, күніне 2-3 рет тамақтан соң жарты стаканнан ішіп тұрады. Ол инфекциялық аурулар, қаназдық, шаршаңқылық, ұйқысыздық кезінде көмектеседі, бел қуатын арттырады. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ем шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыз. Саламатсыз ба көрермен, қалай қаназдықты емдеуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы Шипа YouTube